Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Кәмшат, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте жұмсақ болып шығатын, дәмі тіл үйіретін булочкалардың рецептісімен бөліскім келеді. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Бізге қажетті ингредиенттер жылы су, тұз, қант, ашытқы, жұмыртқа, сұйық май және ұн. Ең алдымен ыдысымызға жылы суымызды құямыз. Үстіне қантымызды салып, араластырамыз. Құрғақ ашытқымызды қосып, араластырамыз. Електен өткізілген ұнымыздың кішкене бөлігін қосып, апара дайындағандай қасықпен араластырып аламыз. Үстіне сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Тұзымызды және жұмыртқамызды жарып, жақсылап біркелкі масса болғанша араластырамыз. Ұнның қалған бөлігін қосып, алғашында қасықпен араластырып, кейін қолмен жұмсақ қамыр етіп илейміз. Қамырымыз ыдысымыздан оңай алыну үшін ыдысымызды майлап, қамырымызды осы ыдыста тындырамыз. Қамырымыз осындай өте жұмсақ болып шығуы қажет. Бір сағаттай тынған қамырымызды алып, бірнеше бөліктерге бөліп шығамыз. Булочкаларымызды жасауға кірісеміз. Қолымызға жабыспас үшін майды қолданып, осылай жіпше жасап, орап шығамыз. Барлық булочкаларымызды дәл осы әдіспен жасап шығамыз. Булочканы өз қалауыңызша басқа әдіспен де жасасаңыз болады. Дайын болған булочкаларымыздың бетін осылай пищевая пленканы пайдаланып жауып қоя тұрамыз. 15-20 минуттай тұрып көтерілген қамырдың бетіне осылай жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. 200 градуста 30 минут пісіреміз. Міне біздің булочкаларымыз пісіп шықты. Булочкаларымыз толықтай дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте жұмсақ, үлпілдек, әрі дәмі тіл үйіретіндей тәтті болып шығады. Булочкамыздың ортасы осындай үлпілдек болып шығады. Сіздермен болған Кәмшат. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Әрі қоңыраушаны да басып қойыңыздар. Әлде алда көптеген рецепттер шығатын болады. Қош сау болыңыздар.